Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ертегілер жерінде Адия каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз клубника шоколад жасайтын боламыз. Яғни, ең бірінші біз клубниканы алып, жуып, кептіріп алуымыз керек. Сосын 2 шоколад аламыз. Оның біреуі ақ, біреуі қара болуы керек, және шпажкаларды алып аламыз. Ең бірінші біз газдың астын қойып, қара шоколадтарымызды бір-бірден салып ертіп алған болатынбыз. Содан кейін қара шоколадты жақсылап тұрып, сұйық қылып ертеміз. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандай, осылайынан біз ертіп аламыз. Қазір ерткен результатты көрсететін боламын. Біздің результат міне осылай шықты. Дәл осылай еру керек. Және біз ең бірінші клубникамызды алып батырдық. Шоколадымызға батырып, бір-бірден батырып әдемі қылып шығардық. Өте әдемі, өте керемет болып шықты клубникаларымыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте күшті, дәмді болып шығады. Осылай біз бүкіл қара шоколадқа малып алдық. Жарты клубниканы, міне бізде результат. Және осыдан кейін біз ақ шоколадымызды еріткен болатынбыз. Ақ шоколадты да дұрыстап тұрып ерітіп алдық. Ақ шоколад ергенше біздің қара шоколадтың результатын көрсеңіздер болады. Өте әдемі, өте керемет, күшті болып шыққан. Және де ақ шоколадымыз ергеннен кейін клубниканы ақ шоколадқа да батырамыз. Осылай әдемілеп тұрып батырып шықтық. Бізде 2 ақ шоколад және қалғандары қара шоколад болып шықты. Және біз оны сәндеуге ақ шоколадты алып, қайттан ерітіп алған болатынбыз. Және бізде менің көріп тұрғандарыңызда 2 ақ шоколад, ал қалғандары қара болып шықты. Және біз бірден сол кезде сәндеуді бастаған болатынбыз. Өте әдемі шыққан, қарасаңыздар, өте керемет. Және біз сәндеуді бірден бастап кеттік. Анам екеуміз бірге сәндедік. Өте әдемі, өте керемет болып шықты. Бірінші қара шоколадтарды ақ шоколадпен сәндеп алдық. Содан кейін бүкіл және қара шоколадқа біз кокос қосқан болатынбыз, көріп тұрғандарыңыздай. Және ақ шоколадты біз қара шоколадпен малып, яғни сәндеп алдық. Өте әдемі, өте керемет болды. Және де біз 1 сағатқа тоңазытқышқа бұларды салып қоятын боламыз. Және де бұл жерде результатты мен сіздерге көрсететін боламын. Біз қазір осы шоколадтарды тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Қатырғаннан кейін өте әдемі, дәмді болып шығады. Достар, міне біздің результат өте әдемі қатқан болатын. Күшті болып қатты, әдемі және дәмі өте керемет. Сіздерге де осындай клубника шоколадтені үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, өте керемет, өте күшті болып шығады. Міне біздің клубника шоколадтенің результаты өте әдемі болған, достар. Осылай осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де клубника шоколадте жасаған видеомыз ұнайтын болса, комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.